Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін таңғы асқа арналған осындай керемет пышный оладьиларды жасауды үйренеміз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Оладьи дайындау үшін бізге таза ыдысымызға 400 грамм кефир құйып алдым. Егер қолдың айраны болса, ол да жарайды. Үстіне 2 жұмыртқаны шағып саламыз. Және де ас қасықпен 3 ас қасық қант саламыз. Ас содасын жарты шай қасықта салыңыздар. Оның үстіне жарты шай қасықта тұз салыңыздар. Сосын барлығын жақсылап араластырып алыңыздар. Бір қалыпты масса шыққанға дейін араластырамыз. Енді бұл массамыздың үстінен ұн саламыз. 300 грамм ұн саламыз, қыздар, бірақ барлығын бірден қосып жібермейміз. Бірінші жартысын салып, жақсылап іртігі кеткенше араластырамыз дағыны. Екінші жартысын салып, тағы да жақсылап араластырып, іртігін жазып аламыз. Қатты қою да емес, сұйық та емес, бір келкі масса пайда болады. Мінекей осындай болып шығады. Газдағы қызып тұрған табамызға азғантай ғана май тамызып, оның үстіне жаңағы массамызды салып, осылай домалақ етіп, ас қасықпен өлшеп құйып шығамыз. Осы видеодағыдай етіп, бір беті қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей бір беті қып-қызыл болып қуырылды. Енді вилканың көмегімен екінші бетіне аударып, бетіне табаның крышкасын жауып қойыңыздар, арасы таза пісу үшін. Мінекей оладьиларымыз екі жағы да қып-қызыл болып қуырылып шықты. Енді оны ыдысымызға салып аламыз. Міне қыздар, енді екінші және үшінші партияны да дәл солай етіп, осы видеодағыдай етіп қуырып дайындап алыңыздар. Мінекей сұлулар, біздің оладьиларымыз дайын, өте керемет болып шығады. Әрі түрі де өте әдемі болып көрінеді. Арасы таза піскен. Балаларыңызға жасап беріңіздер, балапандарыңыз сүйсініп жейді. Сіздермен бірге болған бота. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.